Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Ерлан Қабатай YouTube арнасы. Бүгін бізде өте керемет өзекті мәселе, қоғамдағы мәселе, жалпы тұрмысқа шықпаған қыздар неге көп, үйленбеген жігіттердің саны неге өте көп. Бүгінгі подкасттың қонақтарын таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Мадина ханым және Балғын Дәурен мырза бүгінгі қонақта. Қош келдіңіздер. Енді қазіргі таңда білесіздер, қоғамда жалпы айтып өттім, қыздардың күйеуге шықпағанда саны көп және үйленбеген жігіттер көп. Неге? Жігіттердің жалпы мен жігіттерден сұраймын, достарымнан сұраймын, неге сендер үйленбейсіңдер деп сұрасам, барлығы айтады, жақсы қыздар жоқ дейді. Қыздардан сұраймыз, неге сіз күйеуге шықпайсың десем, барлығы айтады, қазіргі таңда мен үшін оқуым бірінші орында, екінші жұмысым бірінші орында дейді. Неліктен олай келіп айтады, тіпті жігітінің шамасы жете ме дейді. Мен осындай жағдай асырайтын қыздар жігіттер бар ма дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осыған кім кінәлі? Қыз ба, жігіт пе, әлде қоғам ба? Осыған сіз қалай ойлайсыз, Мадина ханым? Өз пікіріңізді айтып өтсеңіз. Жалпы кім кінәлі қазір қоғамда осы? Жалпы мен ойымша, бұл тұрмысқа шығу бұл міндетті емес. Жалпы бізде қоғам қояды, талап, сен тұрмысқа шығуға міндеттісің деген. Мысалы, сен тұрмысқа шықпасаң, мысалы, әйелдерге бізге неме дейді, сен тұрмысқа шықпасаң сен толыққанды емессің деп үйретеді. Бірақ шын мәнінде мен ойымша қазіргі қыздардың немесі позициясы дұрыс, себебі ол бұрынғы заманда сөйтіп ойлаған, ол патриархалды кезде ол сен үйде отыру, сен бағыну, мысалы былай айтсақ, осы патриархалдың кезінде көп қоғамдағы проблемалар пайда болды. Мысалы, адамды қол көтеру, насилие, мысалы, ондай отбасыдан қандай балалар тәрбиеленеді? Ондай отбасыдан насилие, бұл қалыпты жағдай деген балалар тәрбиеленеді. Сол себепті осындай патриархалды қоғам, ол патриархалды қоғам болған, ол әйел тұрмысқа шығу керек, ер адам үйлену керек деген. Бірақ дәл қазір біз кішкене феминизмға жылжып келеміз. Феминизмға жылжып келеміз, және ол жерде әйел адам, қалай айтсам болады, екеуі бірдей болу үшін, әйел адамда мысалы өзінің орнын қойып, екеуді қойып шыққан дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Және сіз сөздің басында айтып өттіңіз. Енді қыз бала енді тұрмысқа шықпаса болады айттыңыз. Енді қазақтың жақсы сөзі бар. Қыз баланың міндеті, тұрмысқа шығу, ана болу дейді. Оны кейін айтып жатсыз ғой. Үйде отыру деген қате пікір деген сияқты. Енді жалпы үйде отыру деген біз қазақ ұлтпыз, жалпы қазақтың үйде отырса, жігіт ер азамат егер әйел адамның жағдайын жасап берсе, шамасы келсе, неге ол балаға қарамасқа, бала тәрбиесіне неге қарамасқа? Былай асырап тұрса ма? Асырап, жағдай жетіп тұр, ақшасы бар, баласынан былайша айтқан кезде өзінің несі бәрі жетіп тұр, ақшасы әйелінен сұрауға, семьясынан сұрауға, неге ол әйел адам ол? Мен ойымша, бұл әр адамның өзінің позициясы. Мысалы, кейбір әйелдер бар, мен бұған келісемін деген, бұған ондай ұнайды кейбір әйелдерге. Ал кейбір әйелдер ол қанында бар, ол мысалы адам ретінде мен мысалы белгілі бір тұлғалық жетістікке жеткім келеді, мысалы бір жерде қалай айтсам болады, бір профессияда жетістікке жеткім келеді, онда мен неге өзімді қалай айтсам жоғалтуым керек? Жақсы, түсінікті. Енді қазіргі қоғамда біз жас қыздарда ерте тұрмысқа шығып жатыр. Әсіресе әлеуметтік желіде айтып жатыр, 2005 жылғы қыздар, 2004 жылғы ұлдар үйленіп жатыр. Жалпы қыз балаға неше жасында тұрмысқа шыққан дұрыс? Негізі менің ойымша, мен осынша жасқа міндетті тұрмысқа шығу деп айтпаймын, бірақ әркімнің өз көзқарасы бар. Менің ойымша, қыз балаға 23-24 жас дұрыс деп ойлаймын. Өйткені тым ерте тұрмысқа шыққанда дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені қыз бала өмірді көру керек, кішкене өмірге бейімделу керек. Ол бала болды, ол балалықтан шалалыққа ұрыну кетсең тұрмысқа шығып, мысалы отбасы болуға да кішкене қалай айтса болады, ертерек деп ойлаймын да. Ал негізі қыздардың тұрмысқа шығатын уақыты норма немесе 23-24 жас деп ойлаймын. Менің ойымда солай. Жақсы. Енді ер азаматтар дейміз. Ер азаматтарымыз негізінде жұмыс жасайды, үйдің үлкені бар, ортасы кенжесі болады, әркімнің өмірі әртүрлі ғой. Мысалы, Дәурен мырза, сізге сұрақ қойайын.
ер азаматтар 30-тан асқаннан кейін талғамдар өте биік болып кетеді екен қыз балаға. 30-тан асқан ана қыздың мына жері ұнамайды, бойы ұнамайды, құлағы ұнамайды, көзі ұнамайды деген секілді. Сөйтіп жүріп жасы 40-қа келеді. Одан кейін ол бойдақ болуы да мүмкін, болмаса бір баласымен бір әйелді ала салуы мүмкін былайша айтқан кезде. Сіз оған қаншалықты соған? Енді жалпы өз басым енді бұл сұрақ өте қиын екен, жауап беруде өте қиын болып тұр. Бір жағынан ол сұрақтың енді қалай айтсам болады, нақты айта алмаймын да ол жағынан. Бір жағынан енді көпшілік пікір бойынша енді солай екен. Енді қыздар жағынан болсын, ер азаматтар жағынан болсын, талғам жоғары болған сайын адам өзінің қиялындағы сол бір кемшіліксіз адамды іздей береді екен. Соған әкеп тіреліп, ода жасы 40-қа келіп, сондай әсер етеді. Жақсы, енді сізге сұрақ мынандай, енді Дәурен мырза, біз жалпы айтамыз ғой, қоғамда қыздар кінәлі дейді, жігіт кінәлі дейді. Жалпы сіздің пікіріңіз қандай? Осы қай жаққа қарайсыз? Жалпы өз басым. Бүйрегіңіз беріп тұрады. Жалпы өз басым енді қазір қыздардың талғамы өте биік, жоғары болып кетті ғой. Ал бұрынғы кезде бұл Жақсы, бұрынғы кезде айтпай қойып. Неге талғам нақты айтыңызшы? Былай осы талғам. Жаңа өткенде айтып кеттім, олардың талғамы өте жоғары. Өзінің қиялындағы ханзаданы іздейді. Енді шынайы бұл өмірде ондай кемшіліксіз ақбоз атты ханзада жоқ. Оның бәрі ертегі. Ондай адамды іздеп қажеті жоқ. Және қиялдаудың да қажеті жоқ. Және де мысалы қыздардың көп айтады, жақсы жігіт жоқ дейді. Неге жақсы жігіт? Неліктен айтыңызшы нақты? Жақсы жігіттер жоқ деген ол сылтау деп ойлаймын. Жақсы, енді бұл жерде қыз баланы қандай қазір талап қояды жігіттерге? Түріне қарай ма, қалтасына қарай ма, соны айтсаңыз нақты. Енді жасына қарай ма? Көпшілігі енді көпке топырақ шашу болып, басым көпшілігі енді қалтасына қарайды. Енді олардың яғни қыздар үшін қазіргі таңда бірінші орында махаббат емес, қалтаның қамы биік тұр ғой. Иә, өйткені олардың айтатын сылтауы, өйткені өмірге бір-ақ рет келеміз. Жақсы өмір сүру керек деген сияқты. Жақсы, сөзіңізге аузыңызда. Енді бізде Балғын ханым, енді сіз жеке өзіңізге тоқталайық. Сөзіңізге құрбыларыңыз бар. Сіз бірінші қалтаға қарайсыз ба? Жоқ, тыңдаңыздар, мен сіздерге айта кетейін, жалпы қыздар қалтаға қарайды деп жатыр да. Сіздер просто түсініңіздер, қазір қоғам соған мәжбүр етіп жатыр. Қазір қоғам сол қалтаға қарайтын жағдайға мәжбүр етіп жатыр. Ол қыздар жай өзінен өзі ойламайды ғой, мен мысалға бая жігіт керек деген. Сізге ол қыздар сізге тұрмысқа шығады, ол сіздің балаларыңыздың болашақ анасы болады. Сіздің балаларыңыздың кедей өскенін, қысылып бар жағынан қиналып өскенін қаламайды. Өйткені қазіргі заманда барлығы жағдай жасалғанын қалайды. Ешкімнен кем болғанын қаламайды, иә, барлығымен тең дәрежеде болғанын қалайды. Оның барлығын ойлайды, және де өтірік айтпаймын, иә, шынымен де қалтаға қарайтын қыздар болады, бірақ десе де сіздер ойламаңыздар, ол тек қазір таңда адамгершілігі де өте маңызды. Мынандай қазіргі заманда мен солай ойлаймын. Жақсы, енді қазақта жақсы сөз бар, Мадина ханым, бас екі болмай, мал екі болмайды дейді. Енді осы сөзбен келісуге де болады. Кезінде біздің енді алысқа бармай қойды, әке шешемізде ешкім аспан түскен жоқ қой. Олар да еңбек етті. Мысалы бірге махаббаттың арқасында бір-бірін қатты сүйіп, қосылып, екеуі бірге қол жеткендер де бар. Мен жаңағы қосып кетейін, сосын осыған жауап берейін. Жалпы айтады ғой, жігіт әйелдер қыз балалар неге ақшаға қарайды деп. Ол бейсаналы түрде бізде қалыптасқан. Өйткені мысалы ертең біз декретке шығамыз, бала туамыз, иә? Ертең мысалы біз декретте жатқанда ол қамын ойлайды бейсаналы түрде. Ол мені асырай аламы, асырай алмаймы? Әрине, мысалы мен былай оны менен бай болғанын қаламаймын. Бірақ та менің ертең баламды асырай алатындай, мені мысалы қарапайым памперсін алып беретіндей, үйді төлей алатындай, бәрібір жағдай жасай алатындай адам іздеймін. Мен үшін сол маңызды. Сол үшін ақшаға енді бай емес, бірақ бәрібір де сенен кішкене жоғары адам болғаны дұрыс. Мысалы сен дәрежен, сен мысалы бірталай ақша табасың. Дегенмен де ер адамы сенен төменде тапса ақшаны, қалай айтсам болады, сен сенбейсің, ондай адамға бала бергің де келмейді. Понимаете? Андай сенбейсің. Сөзіңізге қосыла кетейін да, жалпы жаңа сөзіңізге келіспей қалдым да. Сіздер бірақ ойламаңыздар, қыздар тек қана қалтаға қарайды. Жоқ, егер де жақсы жарайды, жігіт кедей болып тұрсын, иә. Қазіргі заманда мысалға болады ғой, қыздардың өзі жағдай жасап болады мысалға. Қазіргі заманда еркектердің тіпті ақша таппай ақ қойсын, тек маған қолдаушы болып, мені қорғаушы болып, кез келген уақытта мені қолдасын, менің отбасымда, өзімнің семьямды асыра алатын жағдайға жетсін деген тек қана талап қояды да негізінен. Ал қазіргі таңда сол жігіттер
еркектердің өзі қыздардың артқан үмітін негізі ақтай алмайды көбінесе. Сол үшін де қыздардың өзін солай өзін-өзі ақша табуға еркектердің орнын қазір қыздар атқарып жатыр. Былай қарасаңыздар, иә, отбасының қазіргі таңда еркектер үйленеді, жеке шаңырақ болып кетеді, әйелінің соңынан кетеді мысалға, иә. Ата-анасын кім қарайды? Ата-анасын қыз бала қарайды. Қыз бала қанша жас жыртып болса да олар отбасына көмектеседі. Ал сол менталитетінде олар уже қыз бала әбден өмірге үйреніп қалған, еркектің де жұмысын істеп, әйелдің де жұмысын істеп, сол үшін бұның барлығы еркектерге байланысты деп ойлаймын. Егер еркек өзін сенімді болып тұрса, пожалуйста. Сосын бір нәрсе айтып кетейін. Мысалы, мен ойлаймын да біздің қоғамда әйелдер түсіне бастады да тұрмысқа шығу ол бізге невыгодно деген сияқты. Өйткені біздің қоғамда ер адам да әйел адам да жұмыс істейді, бірге ақша табады. Бірақ та әйел адамға немене көп, требованиясы көп. Әйел адам бізде жұмыс істейді, әйел адам балаларға қарайды, үй жинайды, сол жақсы келін болу керек. Содан бәлкім әйел адамдар қашады. Сол себепті қалай айтсам болады? Сол үшін ол независимостьқа талпынады да. Мысалы, мен де независимый болайын, ертең өзімді бағалатындай, күйеуім де независимый болсын. Содан кейін екеуі мысалы равноправие болады да, ол кезде ол үйде равноправие болған жерде ол жақсы. Сол үшін ол сондай независимостьқа, финансовый независимостьқа талпынады да, ол жай шығады. Өйткені ол ерте шығып кетеді, оған требование бәрі, ол қазақ қоғамындағы әйелге өте қиын. Сол үшін ол талпынады. Сіз негізі бұл барлығын мойындап отырсыз ғой, деймін бе? Қазір, Дәурен. Ал сіздің ойыңыз қандай? Мен бұл жерде сіздердің ойларыңыздан мысалға айтып отырған ой, қыз бен әйел адам мен ер азаматтың құқығы тең болу керек деп айтып жатсыз. Жалпы біз әйел адам балаға қарау керек, үйде отыру керек. Ол былайша айтқан соның түп мақсатына қараған кезде өз азғантай қазақпыз, күйеуге шығуға болады деп жатыр біздің Мадина ханым. Қазір айтты сөзімді. Мысалға түп мақсаты европалық бағыт қарай кетіп барамыз да. Ал қазақтық мақсатында біздің кезінде аналарымыз 10 бала тапқан. Енді соның түбіне бүйтіп қазып қараған кезде бәрібір ақшаға келіп тіреліп тұр да негізі. Негізі бір нәрсе ұмытпау керек, ақшадан да қымбат дүние бар. Біздің Балғын ханым да жақсы айтты, негізінде ата-анасына қарамайтын балалар да бар деп. Оған қыз бала қарайды. Енді Дәурен мырза, сіз Балғын ханым, Мадина ханым айтып жатыр, әйел адам мен ер адамның құқығы тең болу керек. Ер азаматтар жалғау деп жатыр былайша айтқан кезде. Енді мен бұл пікірге келіспеймін. Енді ер азаматтардың енді кейбіреу жалқау шығар, енді бес саусақ бірдей емес қой. Бір жағынан мына феминизм деген әйел бала таппау керек, еркекпен тең болу деген ол батыстан келе жатқан саясат, осы қазақ дәстүрін бұзады ол. Жалпы біздің дәстүріміздің еркектердің сақталуына, ер адамның отбасыдағы рөлін төмендеуіне осындай ойлы азаматшалардың пайда болуы қазіргі кезде қоғамда емес, менде де қынжылтады. Мысалы, материалдық жағдай дегенді айтады. Материал ол бірде бар, бірде жоқ нәрсе, ол дүние деген нәрсе бол. Мысалы, ол тұрмысқа шығатын жігіт мүмкін кедей болып, кім біледі, мүмкін Құдай беріп ол аяқ астынан бай болып кетуі де мүмкін ғой. Ол материалдық жағдаймен өлшеп қажет жоқ ол. Біз сол материалдық жағдай деп рухани құндылықтарымыздан айырылып бара жатырмыз. Адамның ішкі жан дүниесіне үңілу, ол қандай адам деген сияқты. Бәрі материяға тіреліп, материалдық жағдай күшті болса, отбасы күшті болады, керемет болады. Мүмкін материалдық жағдай жақсы болғанмен мүмкін отбасында ұрыс керіс болуы мүмкін. Бір нәрсе жетіспей қалуы да мүмкін ол. Қарым-қатынас жетіспей қалуы мүмкін, мысалы, қазіргі заман ағымда. Сол жағында ойлану керек қой. Бәрін материалдық жағдайға тіреп, ер азаматтарды кінәлап, баяғы ер азаматтар жалқау, ер азаматтар бай болу керек деген талап қойып қажет жоқ секілді. Енді бұл жерде қыздар, біздің қонақтарымыз, енді ер азамат бай болу керек дейді. Оған мынау біздің қазақтың жігіттері негізінен өте мықты бәрі, оны айтуға болады. Бірақ енді материалдық тұрғыдан алып қараған кезде мемлекет тарапынан поддержка жоқ. Қазір біз жұмыс жоқ, қазір мойындау керек қой. Қазір мамандығы басқа, жұмысы басқа, сондай азаматтарымыз жүр, ер азаматтарымыз. Оны кейін құрметті біздің қыздар, Балғын, Мадина ханым, мынандай пікір айтайын сіздерге, бір мақалдап келтірейін. Сол мақалмен қаншалықты келісесіздер? Оны да айтасыздар. Айтып та. Сыймай жатыр. Мынандай не бар ғой бізде, жақсы әйел дейді, жаман еркектің басын төрге шығарады дейді. Ал жаман әйел жақсы еркектің басын көрге шығарады дейді. Міне көрдіңіздер ме? Біздің қазақтың ақындары, қазақтың жазушылары барлығы өлеңдетіп, мақалдап шығарған кезде бүкіл ненің барлығын, үйдің бақыттың кілтін барлығы әйел адамға тапсырған. Мен енді ол мақалға келетін болсақ, біздің қоғамда барлығына әйел кінәлі. Неге, мысалы, үйде ұрысса әйел кінәлі, үйден еркек кетсе әйел кінәлі. Ол шынымен біздің қоғамда
жарайды, ол бұрын біздің ата бабамыз соғыстан біреудің басын жұлып алып үйге соғысқа барады, не ол үйге қарайтын шамасы жоқ, жарайды. Ол кезде ол жұмыс істейді. Қазір екеуі де жұмыс істейді. Неге? Екеуі де талпын басқа. Өтір қойын сізге. Бағана сөздің басында айттым, ер азамат жағдайы жетіп тұр өзіне, мысалы отбасын асырай алады, ақшасын бәрі жетіп тұр. Әйел адамды міне, сен балама қара, жақсы ана бол. Кезінде бір жігіт келіп әкесіне айтты, әке, мен сізге алғыс айтамын депті. Сонда сіз мені оқыттыңыз, тоқыттыңыз, мен үлкен жігіт қылдыңыз дейді. Сонда әкесі айтады, балам, сен мен бір жақсылығымды айтпай кеттің дейді. Сонда баласы айтады, әке, ол қандай жақсылық дейді. Сонда әкесі айтады, балам, мен саған әлемнің жарығын сыйлаған жақсы ана тауып бердім дейді. Ана мен бала бұл жерде қалыппен кірпіш сияқты екен. Қисық қалыптан түзу кірпіш шықпайды, көрдіңіз бе? Сондықтан да балаға қарап отырған жақсы ана болған дұрыс негізі. Жоқ, ана да болған, екеуі де талпыну керек. Неге екеуі де? Егер де әйел де жұмыс істесе, еркек те жұмыс істесе, екеуі де оны воспитанияға айналысу керек. Жақсы, осы жерде Дәурен, сіз қаншалықты келісесіз? Мен мысалы, сіз жаңа сіз айттыңыз, мысалы, қыздар байлыққа қарап жатады деп. Мысалы, байлыққа емес, бай болған емес, бірақ саналы түрде мен айттым. Содан саналы түрде, бейсаналы түрде ол бірдей болғанын қалайды. Соны айтқан. Мен бай деп айтқан жоқпын. Содан кейін мен феминизмді айтып жатқан жоқпын. Мен тең дәрежелі болуды айтып жатырмын. Бұл феминизм емес, тең дәрежелі екеуі жұмыс істеп, бірге баланы бағу. Сол. Дәурен мырза, сіз келісесіз бе? Айтқанда жарайды, тең деген нәрсеге бір жағынан қыз баласы ол әлсіз жаратылыс қойылды. Ер азамат қарқа сүйеді ол. Ер азамат одан бір саты жоғары тұру керек. Жаңағы мысалы барлығын ер азаматтарға кінәлап жатырмыз ғой. Жаңағы материалдық жағдай дегенде ол бос әңгіме ол. Қыздар да айтады, жақсы жігіттер жоқ дейді ол. Бірінші иманына қараймыз дейді. Ол бос сөз ол. Имандылыққа қарамайды ол. Имандылыққа бірінші орынды қойса ол дүние мүлкіне қарамаушы еді. Жақсы жігіттер. Сол бойдақ жігіттердің көп болу себептер көп. Мысалы бойдақ жігіттердің өз басым көріп жүрмін жақсы жігіттерді мысалы. Ол қыздар ол бірінші қалтасына қарайды ол. Барлық қыздарда бар. Киінгеніне. Пайызын айтыңызшы. Сіз көрген. Енді пайызы жағынан айта алмаймын да. Маған жауап беріңізші. Ал бай жігіттер де бай қыздарға қарайды. Мысалы, бай жігіттер демей жаман киген қыздарға қарамайды, олай емес қой. Бәрі тең-теңімен қарайды. Сіздер айтасыздар, қыздар бай жігітті армандайды деп, неге қыздарға ғана топырақ шаша бересіздер? Мен мысалға, кәдімгі қарапайым жігіттер де бар, бай бір әкімнің қызын алғысы келетін. Неге мысалға сондай пікір айтпайсыздар? Сіздер айтасыздар, мысалға, ой, бай қарайды, мысалға, жігіттер де өзінен бір мықты біреудің күйеу баласы болғанын қалайды. Оны біліп тұр, что ертең қайнатасы оның бүкіл машинасын алып беретін, үйін алып беретін, жағдайын жұмысын тауып беретін біліп тұр. Содан кейін айтады, сондай мықты бір күйеу бала болғысы келеді, потом бай қыздың ата-анасы. Бірақ ол сіздің пікіріңізді қайдан естігеніңізді білмеймін, бірақ жігіттердің енді көбі ондай емес деп ойлаймын өз басым. Ондай жігіттер бар, қыздарда да бар ондай. Көбі сол қалталы топырақ шашпаңыз. Жақсы. Сұрағыңызға жаңа бір сұрақ беріп кетейінші. Сіз айттыңыз, бүкіл жағдайыңыз жасап беріп тұр, қыз балаға ойды отырған дұрыс па деп. Мысалға, маған салса, егер маған жігіт бар жағынан жағдай жасап тұрса, егер сен жұмыс істеме, мен сен ақшаны тауып беремін, мен отбасымды асырай аламын десе, пожалуйста, үйде отырмасқа. Неге үйде отырмасқа? Өйткені қыз баланың міндеті ол, шынымен де бала ата оның ұрпағын жалғастыру, оның үйін асырау, оның бағып қағу, мысалы өмір бақи күйеуіне қолдау болу ол қыз баланың міндеті. Тек жігіттер тарапынан ғана өзіне сенімділік болсын, асырай аламын деген несі болсын, пожалуйста, неге отырамыз қалай? Осыған сіз дайынсыз ба? Жалпы сіз болашақта жар табасыз, үйленесіз. Сіз жұбайыңызды үйде отырып қоясыз ба, әлде жұмысқа шығарасыз ба? Мысалы, ол пікір. Өзіңізге жауап беріңізші. Пікір жағынан енді қазір қоғамда енді ер азаматтың өзінің тапқан табысы жетпейді отбасын асырағанда. Ол әйел адамның мысалы істемей өз еркінде қалдыру керек. Қазіргі заман бойынша мысалы ер азаматтарды үкімет тарапынан қолдау көрсетпейді. Мысалы олар жоғары жалақы алмауы мүмкін. Қыздар мысалы грузчик болсын, тағы бір жігіт, қарапайым жігітке мысалы тұрмысқа шығамын, ол жігіт жақсы жігіт болып тұрды. Бірақ ол грузчик мысалы жігітім мен күйеуім дворник болып істейді, 30 мың алады деген ондай жағдайға қарай ма мысалы? Бір сұраққа жауап беріңізші. Барлық дворник пен грузчиктер үйленбеген ба? Оларға да қарайды, олар да тұрмысқа шығады. Жоқ, ол бұрынғы кездегі 80-90 біздің алдыңғы. Дәурен мырза, қазақ дейтін жақсы сөз бар ғой. Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт көп. Жігіттің сұлуы тілінде дейді. Егер өзіңіз өз жағын баурап тұрсаңыз, қыз сөзіңізбен істіңізбен болса, любой қыз сізге сынады мүмкін. Содан кейін көп ақшасына қарамайды, ол ертең потенциалына қарайды. Ол мені асырай ала ма? Мысалы, мен айтсам, мен байлығына емес, потенциалына. Мен бірақ қазір 30-ға таяп қалдым, 26 жасында айтып жатқан. Сосын мен мысалы
мысалы 20-да болсам мен ақшасына қарамай шығушы едім. Өйткені ол кезде оның потенциалы бар, ол ары қарай ақша таба алады. Бірақ та дәл қазір мен 30-дағы жігіт оның ақшасы болмаса, мүлдем мен балаларымды асырай алмайтын болса, мен оны ойланушы едім. Қазір ол осы уақытқа дейін жетістікке жеткен жоқ, ал енді жете ма деген сұрақ қоямын. Бірақ мен өзімнен тенім сұрақ қойып жіберейін сізге. Төменім емес. Сіз не айтатыныңызды біліп отырмын. 30-да ордағы бұзылмаса 40-та қамала алмайды дейді. Соны жақсы сөз бар. Мынау сол сөзбен қаншалықты келісесіз? Мен бұл жерде енді мына еркін тақырып болған әр адам несібесіне байланысты да. Маңдайына не жылады, соны көреді. Жақсы. Ол 30-ға орда бұзбаса да 40-та мүмкін қамал алып кетуі мүмкін ғой. Жақсы, дұрыс. Енді қыздар, сіздерге бір сұрақ қояйын. Енді біздің жігіттер тарапынан осы әлеуметтік желіге Instagram дейміз. Соған біз сауалнама қойдық. Енді көп жігіттер маған жазды, осыны айтшы, мынаны айтшы деп. Сол жігіттердің бір ауыз аманатын айтып өтейін. Бір жігіттің басынан өткен екен, бір жақсы қызға ғашық болған екен. Жас қызға, өз жасы 26-та ма, 27-те ме, сондай. Ана қыздың жасы 22-де. Сол қыз бала түріне қарапты жігіттің. Ақша емес, ешқандай дүние емес, жас емес, түріне қарапты. Сен түріне қарашы, енді сол қаншалықты сол негізінде дұрыс. Жалпы сіздер жігіт қыздар жалпы жігіттің түріне қарайсыздар ма негізінде? Мысалы өз басым оның миына қараймын, интеллектісіне қараймын. Ол бар ғой жеке, ол дәл сол қыздың ситуациясында ол түріне қарайды. Әркім сіз мысалы біреудің фигурасына қарайсыз, біреу бетіне қарайды, біреу ақшасына қарайды. Әр ситуациясы әр қалай. Дәл қазір. Сонда ол әр қыз барлығы бірдей емес, әркімнің өзінің көзқарасы бар. Бірақ та мысалы көп қыздар оның миына қарайды. Оның миы болса интеллектісіне. Ертең мен асырай алады деген бейсаналы түрде оның емнесі бар, установкасы бар. Жақсы. Бірақ көп қыздар менің ойымша 70-80% соған қарайды. Мысалға, сіздер кейін атаңызға танысқан кезде мынау менің қызым деп бір ұялмай апаратындай қыз болғанын қалайсыз мысалға? Әрине, бәрі ер азаматтар жақсы ана баласы маған айтты ғой мен. Әкесі баласы келіп әкесіне алғыс айтатындай болып. Көрдіңіз бе? Енді сол сияқты қыздарда да ертең отбасына барған кезде мынау менің сіздердің күйеу балаларыңыз мені асырай алатындай деп мақтанатындай бір жігіт апарғанын қалаймыз ғой. Ол міндетті түрде сіздер айтпайсыздар, ой қыз жігіттерді айтады, қыздарға тек қыздардың түріне қарамаймын, оның жүрегіне қараймын, жүрегі таза болса мен болды деген сияқты өтірік оның бәрі. Я жарайды, көпке топырақ шашпаймын, бар шығар араларында, бірақ кез келген қыз түрге қарайды. Кез келген қыз бет-әлпетіне қарайды. Мойындап отыр, расымен де түрге қарайды деген. Шын жағдайына қарайды. Ал жігіттер де дәл солай. Жігіттер де дәл солай. Бір сұрақ қойын. Мынандай сөз бар. Жігіттің түрі дейді, жігіттің түрі. Маймылдан әдемі болса болды дейді. Иә, келсем. Осымен қаншалықты келісесіз? Маймылдан әдемі болса болды сәл. Оның бар ғой, келсем. Айтыңыз. Мен келсем. Өйткені жаңа айтып жатсыздар ғой, мысалы қазіргі қыздар бай бір, мысалы бай өзінің жағдайын жасап алған, бірақ енді түрі не онша емес түрі, бірақ соған тұрмысқа шығады. Ал жақсы, енді қазіргі қоғамдағы ең ауыр бізде бар, енді өкінішке орай оны айту керек, аралас неке деген бар. Біздің қыздарымыз оған қарсы басқа ұлтқа тұрмысқа шығып жатыр. Енді сол жағынан қалай қарайсыздар? Дұрыс па, қаншалықты? Біріншіден мен ол пікірге мүлдем қарсымын. Өйткені біріншіден ол қан бұзылады. Өйткені менің мысалға менің мақсатым, менің ойым деп айтайын, қазақ қыз тек қазақ жігітке лайық. Ой, міне тамаша. Менің ойым осылай. Сіз? Мен де аралас некеге қарсымын да, өйткені қазақ жеті атаға дейін қыз беріспеген халық ондай әлем бойынша жалғыз қазақтың жігіттері де басқа ұлттан алғанға қарсымын. Өйткені орыстан алған ол балалар орыс болып кетеді. Өйткені бұрынғы кездегі жоңғардан алып жарайды сіңді біз басқа ұлтқа тез бейімделіп кетеміз. Қарсымын да. Ал шетелге шығып жатқан қыздар ол санасы төмен. Енді материал жағдайына қарады. Бұл жерде махаббат, сүйдім, күйдім деген нәрсе жоқ. Екі мәдениет өкілі бас қосады, бірақ арасында кикілжің болып көбі қайғылы жағдайларға әкеліп жатыр. Тайландтағы солай айтпаңыз, тек материалдық жағдайға қарайды деп. Мысалға махаббат жасқа да қарамайды, ұлтқа да қарамайды. Сіз өз сөзіңізге қарсы шыққандай болып отырсыз ғой, аралас некеге қарсымын дегендей. Жоқ, мен оған қарсымын, бірақ сіз жаңағы өзіңіз айтып жатсам, ол санасыз, ол қыздар санасыз деген. Жақсы, сіздерге енді сіз осы ол жайлы мен енді біз енді жеті атаға дейін қанымыз бұзылмаған, талай тек келе шығып жатыр, жарайды келсем. Бірақ кейбір қыздар шығады, неге? Өйткені біздің қоғамдағы әйелдерге деген қарым-қатынас ұнамайды.
Мысалы шын айтсақ, Америкада егер тұрмысқа шықса, ол да саған көмектеседі, ол да балаға да көмектеседі. Әйелге деген қарым-қатынас өзгеше. Сол себептен ол шығады. Ол мен санасы төмен деп айта алмаймын, ол өзінің таңдауы. Мен қазаққа да басқа ұлтқа да шығуға қарсы емес, неге де оған тұлғалық ретінде онымен сәйкес келсе, адамды бөлуге болмайды менің ойымша. Жақсы. Енді қазір әлеуметтік желі дейміз, YouTube дейміз, барша өте жақсы әлеуметтік желі дамып кетті. Instagram, Facebook, басқа желілер бар. Енді үйленген ерлі-зайыптылар бар, тұрмысқа шықпаған қыздар бар. Қазір Instagram'ды ашып қарасаңыздар, мен өзім қатты зерттеймін негізінде. Қазір ақыл айтқыш әйелдер көбейіп кетті қазір. Біреудің үйде тұрған жалғыз қызын бұзады. Қазір айтпай қойын, аттарын реклама болып кетеді. Қазір өте көп қазір. Қазір қыздар кімге үлгі тұтатынын білмей қалды негізінде. Инстаграмда ашып қарасақ, орамал таққандар көп, ашып қарасын кітап жазғыштар көп. Зат дегенде нені айтып тұрсыз? Енді жаңағы сіз айтқандай может тұрмысқа шықпаған қыздың санасына құйып тастауы мүмкін. Жалпы еуропалық нені насихаттайды, бірдей болу керек. Ер азамат пен әйелдің дәрежесі бірдей болу керек. Тұрмысқа шықпаққа сонда болады. Сен осылай өзің өмір сүре бер, болмаса ажырасып кет, смело жүре бересің деген сияқты. Ақыры сананы бүйтіп әкеп жатыр да, бүйтіп Еуропаны бағыттық. Соған жалпы. Сіз сонда менің айтқанымды дұрыс емес бағыт деп ойлап тұрсыз, бірақ мысалға алатын болсақ, тарихқа үңілейікші. Тарихта Ыбырай Алтынсарин білген, ол қыздар біздің тарихшы мырзалар жауап береді. Мысалы, әйелдер мен еркектер тең қоғамда андай насилие дейді ғой, солар жоғалады. Тек қана тең қоғамда қоғам дамиды. Сол себепті Алтынсарин осындай мектепті ашқан болатын қыздардың. Біздің немелер қыздарды дамытқан болатын. Жақсы. Мен сол осындай патриархалды қоғамда насилие көп болады. Осындай білесіз ғой неге алып келеді? Сіздің жаңа пікіріңізге қоссақ, сіз қазақ қоғамдағы қыз баланың рөлі бұрыннан төмен дегенге әкеліп тұрдыңыз. Төмен. 18 ғасырда алайық, мысалы қазақтың қыздары бір қолымен бесік тербетіп, әлем тербетіп, жауға да шапты. Қазақ қоғамында қыз баласын әлпештеп, мысалы қонақ ретінде де оны сыйлаған дәстүріміздің бәрін жоққа шығарып отырсыз да, қазақтай басқа ұлт жоқ ол қыз баласын әлпештеген. Мысалы өзі арабтарды алайық, ол дінге дейін қыз баласы келсе, ол ұят, оны шұңқырға тастап, ойбай сор біздің бағымызға келген жоқ деген сияқты нәрсеге. Сонда сіз ана Шымкенттегі әйелдерге деген қарым-қатынас, қоғамдағы насилие, олардың қорғалмағандығы, соны сіз әйелдерді қолын тастап деп ойлайсыз ба? Мен ол Шымкент жағын білмеймін. Сіз жалпы алғанда қазақ дәстүрлі неке институтының негізгі тармақтарын былайша айтқанда бұрыннан келе жатқан қазаққа салт дәстүрдің қаймағын бұзып отырсыз, әйелдің рөлі төмен болған деп отырсыз. Егер қазақтың қоғамда әйелдің рөлі төмен болса, қазақтың мысалы... Жоқ, төмен емес, феминизм. Бізде, біз патриархалдық қоғамбыз. Жарайды, патриархалдық басым болғанмен де қыз баласында рөлі жоғары болды, қазақ халқы ол қыз баласы төмен деп бір сәті төменсің деген сияқты ондай кемшіл тұстар болған жоқ, кемсіту деген ондай қатты байқалған жоқ. Жақсы, енді қызға 40 үйден тыйым деген бар, біз қазақта. Енді бізде уақытымыз біраз таяп қалды. Ойларыңызды нақты қысқа нұсқа айтсаңыздар. Дәурен мырза, сізге сұрақ. Енді ер азамат жалпы неше жаста үйленген дұрыс? Және қыз балаға мысалы сіз жеке өзіңізге жауап бердіңіз. Сіз бойдақсыз. Қыз балаға қандай талап қоясыз? Менің болашақ жарым мынандай болу керек, осындай болу керек деп. Енді жарнама емес, ойымда жарнама емес ешқандай. Жоқ, енді қыз балаға жалпы талап қоятынды ол бірінші енді имандылығы, одан біраз енді сұлулығы, енді ол жағын қарайды. Материалдық жағдайына енді қарамайды ол жағын. Көбі қарамайды ғой материалдық жағына. Бірінші енді өзіңді түсінетін адам болса, сол. Жеке пікіріңіз, ер азамат неше жаста үйленген дұрыс? Ер азамат негізінен шама келсе енді 40-қа дейін үйлену керек деп ойлаймын. Енді қыз баласы ол 25-ке дейін. Мынандай жақсы сөз бар. Елудегі жігіт қыз алады, елудегі қызды кім алады деп. Сонда мен септісі бар сіз. Иә. Және тағы бір қорытынды сөз айтып кетсем, мысалы қазіргі қоғам ол үйлену дегенде бір насилие деп қабылдап алғанда қыздар үйленсе болды, ойбай мен бостандығымнан айырылдым, үйде қамалуым керек деп сондай көзқарас қалыптасқан. Және де мен айтадым, үйлену деген ол кедейліктен құтылудың бір жолы дейді. Ол дінде айтады. Егер сен кедей болсаң үйлен дейді. Кедей болсаң үйлен дейді. Ал егер есеппен тұрмысқа шығатын болсаң, байлық үшін, сені ол Құдай ол кедей қылады дейді. Ол несібеге байланысты да, бір жағынан ол үйленсе адам
бас екеу болмай мал Жақсы. төртеу болмайды дегенге Жақсы, кесір болды. рахмет, түсіндік. Алтын ханым, сіздің бүгінгі түйгеніңіз және сізге айтпай ақ қояйын, неше жаста тұрмысқа шығасыз, қандай жігітке талап қоясыз, жалпы өз пікіріңізді айтып өтсеңіз жалпы. Мен жалпы қыз жігіттерге сіздер осынша жаста тұрмысқа шығу керек деп айта алмаймын, сіздер шығуға міндеттісіздер деп айта алмаймын, бірақ өзімдік жеке пікірім әркімнің өзінің бағына байланысты деп ойлаймын. Мысалға біреуге бағы ерте, біреуге кеш келеді. Ол әркімнің өзінің пешіне жасалғаны байланысты. Мысалға мен тұрып, мысалы ертең тұрмысқа шығып кетуім мүмкін. Мысалға ол тек бір Алланың қолында. Сол үшін де тұрмысқа шығардың алдында мен 1000 рет өлшеп бір рет кестегім келеді. Жақсы. Осы ғана ойым. Ал Мадина ханым. Неше жасында тұрмысқа шыққан? Сізге енді Мадина ханым, бүгінгі түйгеніңіз, енді сіз құрметті достар, біздің Мадина ханым өзінің YouTube арнасы бар. Ол жақта біздің қаракөз қарындастарымызға бағана мен айттым, Инстаграмда біраздан ақыл айтады. Енді сіз ақыл айтпайсыз, пікіріңізді айтасыз енді көңілсіз. Мен психологиялық тұрғыдан адамның кейбір установкалары жайлы айтамын. Жақсы. Енді бүгінгі пікіріңіз қандай? Бұл жалпы сіз ер азаматтар мен әйел адамның құқығы тең деп айттыңыз, мен түйгенім. Тең болуға талпыну керек. Талпыну керек. Сонда қоғамымыз дамиды. Менің ал тұрмысқа неше жасында шығу керек деген сұраққа әр критерий жоқ. Әр адам өзінің белгілі бір жасында дайын болса, Құдай кездестіреді. Иә? Әркім бағына байланысты. Жақсы. Сізбен келісемін. Рахмет. Ендеше құрметті достар, қыздарымыз қылықты, ұлдарымыз ұлықты болсын. Бүгінгі біздің бұл тақырып тек бір 30 минутта 1 сағат айтатын әңгіме емес, әлде талай қозғайтын боламыз. Ең бастысы сіздер каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бүгінгі пікірге қаншалықты сіздер келісесіздер, келіспейсіздер, соны жазып өтіңіздер. Қыздарымыз қылықты, ұлдарымыз ұлықты болсын. Құрметті көрермендер, қазақта жақсы сөз бар. Қыз баланы 10 жасынан асқаннан кейін біреудің үйінде қондырма, ұл баланы 13 жасынан асқаннан кейін біреудің үйінде тойдырма дейді. Бүгінгі тақырып бұл 30 минутта 1 сағат айтатын әңгіме емес, әлі талай біз тоқталамыз. Ең басты каналға жазыламыз. Бүгінгі пікірмен қаншалықты келісесіздер, келіспейсіздер, соны жазып өтіңіздер. Көп рахмет. Құрметті достар, менің YouTube каналыма жазыламыз, пікір қалдырамыз. Бүгінгі тақырып жайында өз пікірлеріңізді айтып өтіңіздер. Баршаларыңызға көп рахмет және барлық топтарға таратамыз.